Саламатсыздар ушулар, сиздер менен бирге адеттегидей Дөөлөт агайларыңыз. Бүгүн бизде жаңа такырып, сиздер менен бирге өтөтүн сабагыбыздын такырыбы 1917 жылгы Ресейдеги революциялар тууралуу айтатын болобуз. Сабагыбызды баштабас бурун айтатын дүнүе, сабакка биринчи ирет кирген окуучулар болотун болсо, өткөн сабак кайталаудан милдеттейбиз. Мындай болот болсо, сабагыбызды баштайбыз. Енді кеттік. Бізде дәл осы бір кезінде естеріңізде бар болатын болса, Ресейде қандай әулет мемлекеттік билікте отырды. Осы бір дүние айту туралы айта кетейік. Ресейде 1613 жылы билікке келген белгілі бір әулет болды. Бұл әулеттің атауы Романовтар әулеті. Романовтар әулеті 1917 жылғы ақпан революциясының нәтижесінен мемлекеттік биліктен кетті. Неге енді Романовтар әулеті биліктен кетті? Соған біз бірінші жауап бере кетейік. Ең алғашында естеріңізде бар болатын болса, дәл осы Ресей бірінші дүниежүзілік соғысқа қатысты. Бірінші дүниежүзілік соғыста Ресей өте үлкен шығындарға ие болған болатын. Көптеген жеңілістер, миллиондаған жауынгерлердің өлімі, халық шаруашылығының құлдырауы, мемлекеттегі ашаршылық, мемлекеттік аппараттың ыдырауы, бұқаралық халықтың патша саясатына қарсы тұруы, империяның шет аймақтағы ұлттар автономиясының идеясын көтерді. Мысалы, Алаш автономиясы деген секілді Қазақстан жерінде пайда болған болды. Шаруа мәселесі ушығып, жұмысшылар жақсы жұмыс жағдайына қол жеткізуді ұмтылды. Халықтың соғысты тоқтатуын қалап, Ресейдегі Саман державе терең дағдарыстан бас кешірді. Сол бір кезеңде 1917 жылы ақпан революциясы болды. Ақпан революциясы мемлекеттік билікте отырған Романовтар әулетіне қарсы болды. Нәтижесінде ақпан революциясының кейін бізде мемлекеттік билікте отырған Романовтар әулеті биліктен бас тартты. Солай революция қалай басталды? 1917 жылдың ақпанында Петроградта, бұл Петроград бұрын Петербург деп аталған болатын, бірақ бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде бұның атауы Петроград деп өзгертілді. Себебі бург деген сөз ол бізде немістердің сөзі еді. Осы Петроградта жұмысшылар мен сарбаздардың ауқымды толқулары басталды. Олар қару-жарақ қоймаларын басып алып, негізгі қорларды жойды. Петропавловск қорғанын басып алды да, Петроградтық гарнизон көтерілісшілерге қосылды. Осы бір кезеңде. Тағы бір басқа осы бір мысал алатын болсақ, гарнизон дегенде әскерлер орналасатын жер ғой, гарнизон деген. Сол Петроградтық гарнизонда көтерілісшілер басып алғаннан кейін, олар да кімдерге қосылған болатын? Әрине, осы көтерілісшілердің қатарына қосылған болды. Қаруланған жұмысшылары, қолдауымен сарбаздар нені басып алды? Сарбаздар поштаны, телефонды, телеграфты басып алған болды. Бұны басып алуының басты себебі мынау Петроградтан патшаға қарсы көтеріліс болып жатыр ғой. Енді сол патшаға қарсы көтерілісті басқа патшаны қолдайтын басқа жақтағы адамдар келіп, телефон барған көтерілісшілерді басып алуының себебі басқа жақтағы адамдар осы патшаның билігін қайта қалпына келтіреміз деп патшаға көмекке келмес үшін осы үш жерді бізде жұмысшылардың қолдауымен сарбаздар басып алған болатын. Бұны ұбт-да сұрайды. Қаруланған жұмысшылардың қолдауымен сарбаздар нені басып алды десе, поштаны, телеграфты, телефонды дейсіздер. Және де мемлекеттік думаны басып алған сарбаздар мен жұмысшыларға басшылық еткен осы бір кезеңде меньшевик қорғаншылары жетекшілік еткен болатын. Осы ақпан революциясын бастағандар сонда кімдер екен? Меньшевиктер екен. 1917 жылы 23 ақпанда Ресейдегі жұмысшылардың нәтижесінде буржуазиялық демократия революция жеңді. Осы бір кезеңде меньшевиктер жеңіске жеткен болатын. Патша екінші Николай тақтан бас тартып, Романовтар монархиясы осы ақпан революциясының нәтижесінен мемлекеттік биліктен тайдырылған екен. 23 ақпанда жеңіске жетіп, мемлекеттік биліктен осы екінші Николай тақтан бас тартқан болатын. Ол негізі билікті өзінің інісі Александр Константинович па қателеспесем, жоқ. Білейін, інісінің аты бар етін, інісіне береді негізі билікті. Інісі биліктен бас тартады, билік уақытша үкіметтің қолына өтіп кетеді. Енді қараңыздар. Негізінен РСДЖП деген естеріңізде бар болатын болса, осында бір партия бар еді, Ресей социал-демократиялық жұмысшылар партиясы деген. Соның екіншісі съезі 1903 жылы Брюссель мен Лондон деген екі қалада өткізіледі. Сол бір кезінде РСДЖП партиясының ішіндегі адамдар екіге бөлініп кетеді. Большевик және меньшевик болды. Большевиктер деген айтады, осы РСДЖП-ның ішіндегі билікке жұмысшылар келсін деген топтар екен. Меньшевиктер билікке буржуаздар келсін деген топ еді, осы Ресейдің билігіне. Сөйтіп, осы РСДЖП партиясы екіге бөлініп кетті. Бірақ қарап отырсаңыздар, ақпан революциясын жасаған бұл жерде меньшевиктер екен, жұмысшыларды артынан сарбаздар етіп, революцияны жасаған, ақпан революциясын жасаған меньшевиктер екен. Нәтижесінде билікке қос үкімет келді. Ақпан революциясының нәтижесінде Табария сарайында екі орталық, яғни қос үкімет орнады. Меньшевиктердің үкіметі жаңа билікке келген уақытша үкімет, және большевиктердің үкіметі жұмысшы депутаттар кеңесі деп аталды. Енді қараңыздар, осы бір кезінде билік екіге бөлінді. Бірақ нақты ресми түрде билікті өзінің қолына алғанда уақытша үкімет болды. Уақытша үкімет бүкіл ресми билікті өзінің қолына алды. Билікке екі қос үкімет орнады дегенмен ақпан революциясының нәтижесінде. ұбт-да сұрақ келеді. Ақпан революциясының нәтижесінде билікке не орнады деген? Қос үкімет орнады дейсіздер.
уақытша үкімет, жұмысшы депутаттар кеңесі. Енді қараңыздар, бірақ билік ресми түрде уақытша үкіметтің қолына тиесілі болды. Уақытша үкіметті қолдағандар кімдер? Уақытша үкіметті қолдағандар кадеттер мен октябристер екен. Ал жұмысшы депутаттардың кеңесі революциялық демократия өкілдерден тұратын осы бір кезінде. Ал осы бір кезеңде уақытша үкімет мемлекеттің жерінде қираған мемлекетте реформаларды бастап кеткен болады. Енді кадеттер мен октябристер дегеніміз кімдер? Кадеттер мен октябристер дегеніміз уақытша үкіметтің ішіне кіргендер. Кадеттер дегеніміз конституциялық демократияны қалайтын адамдар, ал октябристер революцияның жаңағы нәтижесінде билікке келгендер еді. Енді олар осы билікті өзінің қолына уақытша үкімет алғаннан кейін мемлекетте реформалар бастай бастады. Ол осы уақытша үкіметтің билікте болған уақытысында олардың белгілі бір қателіктері, белгілі бір жетістіктері болды. Мысалы, уақытша үкімет қарапайым халыққа не істей алды? Негізінен мына бір не қателік бұл не үшін болды, жетістік не үшін болды? 1917 жылы Ресей, ойлаңыздар, ашаршылық, халықтың жағдайы қиын, билікке уақытша үкімет келді. Негізі қос үкімет, соның ішінде билік негізінен уақытша үкімет келді, ресми түрде. Уақытша үкімет билікте отырды енді аш халыққа бүйтіп айтты: мен сендерге демократия беремін, адамның бостандықтары, азаматтық құқық беремін, және біз соғысқа қатыса береміз дейді. Бірақ қарапайым халыққа азаматтық бостандық, демократия деген дүние қарны аш халыққа ешқандай қажеті жоқ. Қарны аш халыққа реформа керек, нақты белгілер өзгеріс керек, оларға нақты тамақ керек. Бірақ уақытша үкімет айтады: жоқ, тамақ кейін екінші орын. Бірінші біз оларға адам құқықтары, азамат құқықтарды қабылдатамыз дейді. Солай оның жетістіктері мен қателіктері шығады. Енді оның жетістіктері қандай болды? Айтады қарапайым халыққа: демократиялық бостандықтардың толық тізімін енгіземін дейді. Республиканы жариялайды уақытша үкімет билікте отырған уақытта. Демократиялық сайлау заңнамасын қабылдайды. Саяси қылмыс үшін кесілетін өлім жазасын жоюын жатқызуға болады. Оның жетістіктері. Мынаны ұбт-да сәйкестендіруді түсіреді. Сондықтан жаттап қателіктері уақытша үкіметтің Ресейдегі бірінші дүниежүзілік соғысының қатысуды жалғастырды. Қарапайым халық қиналып кетті соғысқа қатысудың кесірінен. Аграрлық мәселені шешуді созды. Қарапайым халық ешқандай жағдай жасап берген жоқ егіншілерге. Құрылтай жиналысынан сайлауды қайта кейінге шегіндірді. Уақытша үкімет уақытша ғана билікте отыр ғой, енді мемлекеттің жеріне сайлау керек. Бірақ сол сайлауды каждый раз кейінге қалдырып отырды. Соғыс аймағында әскери қылмыс үшін өлім жазасын жасаған болатын, және әскери революциялық соттарды енгізу болды. Бұлардың барлығы дерлік дәл осы уақытша үкіметтің қателіктері болды. Кейін осындай қателіктердің нәтижесінде мынау самодержавие құлағаннан кейін, мемлекеттік билікте отырған әулет құлағаннан кейін Ресейде сәуір, маусым, шілде айларында 3 дағдарыс орындалды. Дағдарыстың себептері қандай? Таптық қайшылықтардың күшеюі, үкімет саясатының наразылық, еңбек, аграрлық, ұлттық мәселелердің шешілмеуі. Олар демократия деп жатыр уақытша үкімет, бірақ қарапайым халық аш әлі шешілмей жатыр. Осының кесірінен бізде дағдарыс орын алды. 1917 жылы шілдедегі дағдарыс шешуші рөл атқарды. Қараңыздар. 1917 жылы 2 шілдеде кадеттер буржуазиялық уақытша үкіметтің құрамына шығып кетті. Үкіметте дағдарыс орын алды. Себебі кадеттер олар әскерилер еді. Осы бір кезінде конституциялық демократияны орнатқысы келген адамдар еді. Бірақ олар уақытша үкіметтің ішін шығып кетті. Солай уақытша үкіметтің ішінде дағдарыс орын алды. Өздерінің басты тіреліктерінен айырылып қалды уақытша үкімет. Кейін мемлекет премьер-министр ретінде 1917 жылы шілде айында 8 шілде күні Керенский отырған болды. Лениннің ұсынысымен ар жақта большевиктердің, РСДЖП-ның несі болып жатыр, жаңағы съезі болып жатыр. Лениннің ұсынысы бойынша 1917 жылы 28 шілде мен 3 тамызда Петроград қаласында өткен РСДЖП-ның 6-шы съезі болды. Осы бір кезінде социалистік революция бағындалды. Ленин айтады: мемлекет билікте уақытша үкімет отыр дейді. Біз РСДЖП, большевиктер мемлекеттің жерінде социалистік революция жасап, билікте отырған уақытша үкіметті құлатып, билікке біз келуіміз қажет деген болады. Енді қараңыздар, солай бізде 1917 жылы 24 шілдеде екінші коалициялық үкімет құрылды. Кадетшілер әскери диктатураға енгізуге ұмтыла бастады. Осы сәт бізде мынандай бір оқиға жүзеге асырылған болады. Түсіндірейік. Бізде Корнилов деген азамат бар екен. Корнилов. Ол өзінің артынан кадетшілерді ертіп әскери диктатура енгізуге ұмтылған болады. Екінші коалициялық үкімет құрып алды. Себебі олар айтқан болатын, Корнилов деген әскери адам, әскери генерал. Ол айтқан болатын, уақытша үкіметті биліктен кетіру қажет. Солай мықты билікті қалпына келтіру керек деген болатын. Ал билікте отырған екінші бір топ бар ғой, большевиктер, жұмысшы депутаттар кеңесі. Сол жұмысшы депутаттар кеңесіне большевиктердің билікке келуіне жол бермеуіміз қажет деген болады. Олар вообще құртуымыз қажет деген болады. Бірақ бұл көтеріліс бізде басылып қалады. Бұлар негізінен осы Корнилов 1917 жылы тамызда
Ресейде әскери диктатураны құруға ұмтылады. Әскери диктатура дегеніміз билікке Корнилов өзі келіп алып, билікке әскерилердің билігін орнатқысы келеді. Бірақ бұл бізде жүзеге аспай қалады. Уақытша үкімет осы Корнилов көтеріліс басталғаннан кейін Ресейді республика деп жарияланған болатын. Енді бұрын революцияға қатысқан уақытша үкіметтің ішінде болғанда осы бір кезеңде Ресейдің жерінде болған белгілі бір топтар болды. Мысалы, монархистер, октябристер, параграфистер саяси аренадан шығып кетті. Монархистер дегеніміз монархияны қайта қалпына келтіргісі келетін адамдар. Октябристер деген бағанағы топ еді. Прогрессистер революцияның ары қарай жалғасқанын қалаған топтар еді. Бірақ бұлар осы кезеңде саяси аренадан шығып кетеді. эсерлер деген партия бар еді. Олар кадеттермен бірге коалицияны қолдап, қайтадан уақытша үкіметтің құрамына кіреді. Мысалы, бағана кадеттер Корниловтың көтеріліс басылғаннан кейін қайтадан сонда уақытша үкіметтің құрамына кіргісі келген екен. Ал эсерлер деген қандай партия? Эсерлер деген партия, олар да мынау демократияны орнатқысы келеді, демократияны. Бірақ бейбіт жолда орнатқысы келеді. Кадеттер де сондай. Олар конституциялық, демократиялық мемлекет құрғысы келеді негізінен. Кадеттер деген сөзден КД деген сөзден шыққан. Конституциялық демократияны орнатқысы келеді. Эсерлер, олар қателеспей мынандай еді. Мынандай еді деп қоямын. Олар да бізде не орнатқысы келеді? Демократиялық билікті орнатқысы келеді. Олар да мынау революцияның нәтижесінде билікке келгісі келеді. Сол нәтижесінде олар уақытша үкіметтің құрамына кіріп алған болады. Эсерлер мен кадеттердің партиясы. Осы Корниловтың көтерілісі аяқталғаннан кейін. Бірақ бізде осы кезеңде мынандай бір оқиға жүзеге асырылады. Большевиктердің маңызды ұраны болды. Ресейдің соғысқа қатысуын тоқтату. Енді большевиктер шығады. Анау жаңа жұмысшы депутаттар кеңесі. Екінші топ жаңағы уақытша үкіметке қарама-қарсы екінші үкімет жұмысшы депутаттар кеңесі, большевиктер. Олар бүйтіп айтады: Ресейдің соғысқа қатысуын тоқтатуымыз қажет. Қарапайым халық асып бара жатыр, қарапайым халық тозып бара жатыр. Сондықтан біз соғыстан шығайық дейді. Нәтижесінде ол дүниені қарапайым халықтың барлығы қолдайды. Солай 1917 жылы 7 қарашада, енді есік санауы бойынша, сол бұрынғы Ресейдің есік санауы бойынша 25 қазан күні Петроградта жұмысшылар, кеңесшілер, сарбаздардың қарулы көтерілісі жеңіске жетеді. Солай бұл 1917 жылғы қазан революциясы деп аталады. Иә, 1917 жылы қазан айында болған революция, қазан революциясы. Қазан революциясының нәтижесінде уақытша үкімет жойылды. Билікке жұмысшы депутаттардың кеңесі, әрине, мынау қызылдар билікке келген болады. Кеңес үкіметі жер туралы жарлық шығарып, соғыстың аяқталуына және аннексиясыз, контрибуциясыз, демократиялық бейбітшілік келісімге келуге шақырған болады. Енді қараңыздар, бізде кеңес үкіметі бар, иә? Олар жер туралы жарлық шығарды. Сол бойынша айтқан болатын, біз соғыстан шығып кетсек қалай дейді. Бірінші дүниелік соғыстан кеңес үкіметі келді ғой, билікке қызылдар келді ғой. Олар айтты: давайте біз Ресей бірінші дүниелік соғыстан шығып кетейік деді. Ешқандай аннексиясыз, қалай айтсам болады, ешқандай жерді бермей, контрибуциясыз, ешқандай сендерге ақша төлемей, демократиялық жолмен біз соғыстан шығып кетсек қалай дейді. Бірақ жаңа басшылық, патшалық және де уақытша үкіметтердің Англия, Франция, Италия мен басқа да одақтастармен соғыстан кейінге болжанған аннексиялар туралы құпия шарттарын жариялап жіберді. Иә, осы бір кезеңде уақытша үкіметтің абыройын шашып жіберді. Уақытша үкімет айтқан ғой, аналарға жер беремін деп, Англия, Франция, Италияға. Патша үкіметі де соны айтқанда, солай осыны олар жаңа патшалық оны жариялап жіберді. Антанта елдері үкіметтері бейбітшілік туралы келіссөздерін бастады. Англия, Франция секілді мемлекеттер айтты: машты да үшін шықпайсың, кімсің сен, соғыстың ортасына келіп шығып кететін, көмек керек бізге, шықпайсың деген болатын. Германияға қарсы соғысып жатыр ғой. Енді қараңыздар, 1917 жылы 15 желтоқсанда кеңестік Ресей мен Германияның арасында бітімге қол қойылды. Соғысты тоқтата тұрайық, давайте біз енді бұл Антаннамен бөлек келісім жасады да, Германия, иә, өздеріңіз білетін үштік одақтың басшысымен бөлек келісім шартқа қол қойып жатыр да. Сөйтіп кеңестік Ресей мен Германияның арасында бітімге қол қойылды. Ал бір аптадан кейін Брест-Литовскте Германия, Австрия, Венгрия, Түркия, Болгарияның өкілдерімен жеке келіссөздер басталынған болады. Солай 1918 жылдың 3 наурызында кеңестік делегациямен неміс ультиматумын қабылдап, бейбітшілік келісіміне қол қойды. Сонымен Ресей осы Брест-Литовск деген келісімнің нәтижесінде мынау бірінші дүниелік соғыстан ресми түрде шығып кеткен болады. Дәл осы келісімнің арқасында. Олар мынау кімдермен байланыс орнатты? Әрине, мынау кеңестік Ресей Брест-Литовск келісіммен үштік одақтың осы бір кезеңдегі төрттік одақ қой. Сол төрттік одақтың келісімі келді, бірінші дүниелік соғыстан шығып кеткен болады. Енді қараңыздар, бізде уақытша үкіметтің кезінде генерал-губернаторлар жойылған болатын. Олардың орнына облыстық комиссарлар тағайындалған болатын. Мысалы, уақытша үкіметтің шешімімен Әлихан Бөкейхан Торғай облысынан, Досмұхамедов Орал облысынан, Шоқай Түркістан облыстарына генерал-губернатор болып құрылған болады. Және ұлттық қазақ облыстарымен өздік комитеттер құрылған болады. Енді мемлекеттік билікті
Қазан революциясының нәтижесінде билікті өзінің қолына алған Ленин, жұмысшы депутаттар кеңесінің жаңағы басшысы Ленин бүкіл билікті өзінің қолына алды. Енді қараңыздар, Ленин осы бір кезінде халық комиссарлар кеңесін басқарған болады. Ең үлкен жетекші орган осы халық комиссарлар кеңесін Ленин басқарған болады. Сонда Қазан революциясын жасаған дәл өзі Ленин. Енді қараңыздар, кеңес үкіметі алғашқы қаулылары мен жұмысшылардың шаруалар талаптарын қанағаттандыруға бағытталды. Себебі осы кезеңде кеңес үкіметі, жұмысшы депутаттар кеңесі, олар қарапайым халықтың қолдауын сезіну арқылы билікке келді ғой. Енді солардың несін жасау қажет? Әрине айтқандарын жасау қажет. Мысалы, бітім туралы жарғы шығарды билікте отырған Ленин. Ол бойынша Ресейдің соғыстан шыққанын жариялаған болды. Жер туралы жарғы жасалды. Ол бойынша шаруалардың жерге жекеменшік құқығы жойылды. Бұл дегеніміз, өздеріңіз білетін, мынау Лениннің өзінің құрған РСДЖП деген большевиктердің партиясының өзі, анау марксизм деген идеямен құрылып еді ғой, өздеріңіз білетін. Иә? Енді қараңыздар, Карл Маркстың идеясы бойынша жекеменшік деген дүние қоғамда болмау қажет. Барлығы ортақ меншік деді. Сөйтіп жер туралы жарғы жасады, ол бойынша жерге жекеменшікті жойып тастады. Билік туралы жарғы жасады. Жарғы бойынша биліктің жұмысшылар, сарбаздар, шаруалар депутаттардың кеңесіне өтетінін жариялаған болады. Және де осы кезеңде конституциялық акт қабылдаған болады. Жұмысшылардың құқықтарының декларациясы. 1918 жылы 3 қаңтарда бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті болды. ОАК, иә, бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті. Енді Қазан революциясынан кейінгі бізде осы белгілі бір декларация, белгілі бір құжат шықты. Осы 3 қаңтарда ОАК-да. Бұл құжаттың атауы мынандай: жұмысшылар мен қаналушы халық құқықтарының декларациясы. Жұмысшылар мен қаналушы халық құқықтарының декларациясы кеңестік республикалық конституциялық актісін қабылдады. Иә, типа ең алғашқы акт дегеніміз конституцияның ең алғашқы жаңағы несін, бөлімдерін қабылдап жатыр. Осыны қабылдаған ол Ленин. Ленин осындай бір декларацияны қабылдады. Декларация деген сөз ол жұмысшылар мен қаналушы халықтың құқықтары. Декларация деген жарлық деген мағынаны білдіреді. Осы құжат бойынша типа жұмысшылар мен қаналушы халық дегеніміз, мынау шаруалардың құқықтары мынандай деген секілді декларация, жарлық шығарған болады. Лениннің ұсынысы бойынша 1918 жылдың 10 шілдесінде РКПСР-дің, Ресей Коммунистік Федеративті Социалистік Республикасының конституциясына бірінші бөлім ретінде декларация толығымен енген болады. Мынау осы бір кезінде жазды ғой, иә? Мынау 3 қаңтарда. Ал кейін ол 10 шілде нақты ресми түрде қабылданған болады. Енді бізде қараңыздар, дәл осы бір кезеңде мынандай бір оқиға орын алды. Негізінен мына жерде бізде Петроград деген жер бар, иә? Петроград бар. Петроград шамамен мына жерде. Сол Петроградта Қазан революциясы болды да, Қазан революциясының нәтижесінде негізгі билікті өзінің қолына алған кеңестер еді. Бірақ Ресей өте үлкен. Ресейдің мына бөлігінде бағана билікте болған уақытша үкімет қалған. Уақытша үкіметтің билігі бәрібір дерлік Петроградта, Ресейдің орталығында құлағанмен, басқа жақтарда мынау уақытша үкіметтің билігі сақтап қалған ғой. Енді қараңыздар, бізде қызық басталды. Уақытша үкімет әлі сонда билікке таласқысы келеді. Кеңестер осы Петроградтың жан-жағын және басқа бір аймақтарда өзінің билігін орната бастады, жаңағы қызылдар. Осылай бізде екі үкімет бар еді, иә? Ақпан революциясының нәтижесінде билікке келген уақытша үкімет пен Қазан революциясының нәтижесінде билікке келген кеңестер. Осы екеуі енді мемлекеттің жеріне билік үшін соғысқан болады. Бұл Ресейдегі азамат соғысы деп аталған болады. Өздеріңіз білетіндей, азамат соғысы дегеніміз мемлекеттің ішіндегі адамдар екіге бөлініп алып, билік үшін таласатын болса, бұл бізде азамат соғысы деп аталды. Мысалы, осы бір кезеңде кеңестер болды. Кеңестер өздерінің қызылдар деп атаған болды. Өздерінің әділ жүйе үшін күресушілер есептеген қызылдар деп бөлінген болады кеңестер. Бүкіл ел көне тәртіпті қалпына келтіруге тырысқандар ақтар еді. Мұнан ұбт-да сұрақ келеді, типа өздерінің әділ жүйе үшін күресушілер деп атаған кімдер десе, кеңестер деп жауап бересіздер. Көріп тұрсыздар ғой. Енді жалғастырамыз. Бұл азамат соғысының тарихы негізінен 4 кезеңге бөлінеді. Бұл мынау Қазақстан тарихында өзі 1920 жылға дейін болды дейді ғой. Ал негізінен бұл 22 жылға дейін созылған, өзі 4 кезеңге бөлінеді. Қарап отырсаңыздар мынандай. Большевиктерге қарсы негізгі орталықтардың құрылуы 1917 жыл. Екінші кезең Антанта интервенциясының басталуы. Интервенция деген сөз ішкі іске араласу. Антанта мемлекеттері Ресейде революция болып жатқанын пайдаланды да, уақытша үкіметке көмектесу арқылы мынау биліктен кеңестерін тартып алғысы келген болатын. Антанта интервенция деген сөз, интервенция басқа біреудің ішкі ісіне араласу. Ресейде революция болып жатыр, оның ішкі ісіне Антанта елдері, ағылшындар, француздар араласып жатыр. Иә? Соны бізде интервенция деп атайды. Антантаның интервенциясы екінші кезеңде жасалды. Үшінші кезеңде
кеңестік Ресейдің Антанта әскері мен ақтардың әскеріне қарсы күресі. Төртінші кезең. Осы бір кезеңде ақтардың әскерінің талқандалуы, азамат соғысының аяқталуы. Енді қараңыздар. Негізінен интервенцияны жасаған Германия қанша кеңестік одақпен әскери байланысқа жаңағы Брест-Литовск бойынша соғысқа шығып кетсе де, Ресейдің жеріне интервенция, Ресейдің ішкі жерлеріне басып кіріп, Ресейдің белгілі бір жерлерін тартып алуға тырысқан болатын. Сол секілді Франция, оның одақтасы болған бұрынғы, иә, уже оларға бәрібір, олар уақытша үкіметті қайтадан билікке алып келгісі келеді. Себебі олар кеңестермен дұрыс байланысқа келе алмады да, уақытша үкіметтің бағана келді ғой. Сол уақытша үкіметті билікке алып келіп, бұрынғы келісімдер бойынша уақытша үкіметтен белгілі бір жерлер тартып алғысы келген болды. Англия и ақш, Жапония, Польша мемлекеттері болды. Енді қараңыздар, осы бір кезеңде мынау большевиктерге қарсы, қызылдарға қарсы, кеңестерге қарсы бізде антибольшевиктік қозғалыстың негізгі орталықтары қалыптасты. Бұл Мәскеу мен Петроградта болған болды. ОБТ-да сұрақ келеді. Дәл осы сөйлеммен сұрақ келеді. Мына ОБТ-да келген сұрақ мынау. Антибольшевиктік қозғалыстың негізгі орталықтары қай жақта орналасты десе, Мәскеу мен Петроградта дейсіздер. Олар кадеттер, меньшевиктер, эсерлерді біріктірді. Уақытша үкіметті қолдаған адамдар осы Мәскеуде, Петроградта большевиктерге қарсы көтеріліс бастағысы келген болды. Енді қараңыздар. Қазақтардың арасында күшті антибольшевиктік қозғалыстар басталды. Антибольшевиктік қозғалыс деген сөз, негізінен анти деген сөз қарсы деген мағынаны білдіреді. Большевиктерге қарсы қозғалыстар қай жерде басталды? Мынаны просто ешіп жаттап алыңдар. Дон мен Кубанда Краснов, оңтүстік Оралда Дутов, атаман Дутов. Оңтүстік Ресей мен солтүстік Кавказда Корниловтың әскерлері, ерліктерін болған болатын. Осы кезеңде мынау Германия мемлекетке мынау неге әрине кеңес одағының бірнеше аймақтарын жаулап алуға тырысқан болатын. Сөйтіп интервенция басталды. Мысалы, неміс әскерлері Украинаны, Крымды, солтүстік Кавказдың бір бөлігін басып алған болатын. Ал Румынияның өзі Бессарабияны басып алған болатын. Ресейге тиесілі. Енді қараңыздар, сол секілді бізде мына ағылшындар наурыз айында Муромск деген жерге келген болатын. Муромск жеріне ағылшын корпус енгізілген болатын. Ағылшындар Муромск деген жерде жаулап алуға тырысқан болатын, иә. Қарап тұрсаңыздар, мынау картада көрсетіліп тұр. Бүкіл жаңағы не істеп жатқанын, жаңағы қызылдарға қарсы соғысып жатқанын көрсетіп тұр. Және мынау әртүрлі мемлекеттік басшылар Ресейдің ішкісіне араласып жатқанын көрсетіп тұр. Ал жапондықтар болатын болса, олар Владивостокқа өзінің десанттарын түсірген болатын. 1918 жылдың мамырында Ресейде тұтқын болған Чехословакия корпусының сарбаздары көтеріліске шыққан болатын. Мынау Чехословакия корпусы бар, үштік одақтың ішінде болды ғой, Чехословакия деген жер. Соның Чехословакияның корпусы 1918 жылы Ресейде тұтқын болатын, бірақ сол Чехословакия корпусы кеңестерге қарсы революция жасаған болатын. Көтеріліске шыққан болатын. Революция осы бір кезінде Поволжье және Сібірдегі кеңестік биліктің құлдырауына алып келді. Мына жақта кеңестік Ресей құлай бастады, иә, қызылдарды қолдайтын адамдар мына жақта жойыла бастады. Енді қараңыздар, бізде Васитистің басшылығымен шығыс майдан әскерлері қазан-қараша айларында мынау Орал мен Еділ аумақтарын, мысалы алатын болсақ, Оралға шабуыл жасаған болатын. Қазан-қараша айларында. Азаматтық соғыстың бірінші кезінде Орал, Еділ аумақтарында кеңестік биліктің қалпына келтірумен аяқталды. Мынау Васитис Оралдан осы бір кезінде ақтардың әскерін талқандап тастаған болатын. Кейін Орал мен Еділдің бойында бізде қызылдардың билігі орнай бастаған болатын. Мысалы, осы бір кезең тағы бір орнаған, мынау ақтардың басшылары болды. Мысалы, ақтардың басшылары Колчак, Деникин, Юденич деген азаматтар болды. Бұлар өздерінің әскерін жинап, кеңестерге әр жақтан шабуыл жасай бастаған болды. Мысалы, 1919 жылда кеңес үкіметіне бір мезгілде және шабуыл жасау жоспары құрылды. Ақтардың жаңағы уақытша бұрын билікте болған уақытша үкіметтің кеңестерге, қызылдарға қарсы жасаған көтерілісі болды. Жоқ, қалай айтсам болады? Кеңестерді басып тастау, кеңестерді құлатып тастау қозғалысы болды. Батыста Юденич, оңтүстікте Деникин, шығыста Колчактың әскері осы кеңестердің әскерін талқандап тастағысы келген болатын. Бірақ бұл бізде сәтсіздікпен аяқталған болды. Мынаны ОБТ-да сұрайды, 1919 жылы кеңестерге қарсы тұрған батыстағы ақтардың басшысы десе Юденич, шығыстағы ақтардың басшысы десе Колчак дейсіздер деген секілді. Енді кейін бұл жаңағы Колчактардың, Деникин, Юденичтің жасаған дүниелері сәтсіз болғаннан кейін кеңестік биліктер орнай бастады. Украинада, солтүстік Кавказда, Ресейдің оңтүстігінде қайтадан қызылдардың билігі, кеңестердің биліктері қайта орнай бастаған болды. 1919 жылы интервенттер өз әскерін шығаруға мәжбүр болды. Бұған оккупацияланған бөлімдерде революциялық әрекеттері, жаулап алынған аймақтағы қарапайым, мысалы, бізде ағылшындар кірді ғой, сол ағылшындардың кірген жердегі қарапайым халықтың революциялық әрекеттері, және де мынау
ақш-та, Европада мынандай бір ұран болды. Кеңестік Ресейдің қолында тарт деген. Қоғамда кәдімгідей Англия болатын болса, Англияның мемлекетінің жерде қоғамда осындай көтеріліс болды. Кеңестік Ресейдің қолында тарт деген. Нәтижесінде ағылшындар қайтадан өздерінің әскерін алып кеткен болатын. Себебі бұл жерде коммунизм деген идеясы только бір жаңағы Ресейдің жерінде тұрған жоқ, бұл Европада да бар қозғалыс етін. Европада да бар идея етін да, ол ешкім білмейді оның дұрыс емес екенін да, барлығы оны қолдап жатқан болатын сол бір кезінде. Солай олар өздерінің әскерін алып кеткен болады. Енді қараңыздар, 1920 жылғы азамат соғысының қорытынды кезеңінің негізгі оқиғалары кеңес поляк соғысы болды. Польшалық адамдар да осы бір кезінде бізден мынау кеңес одағына шабуыл жасаған болды. Мысалы, Врангель бар. Осы Врангель деген бұл поляктардың басшысы. Врангель деген. Сол Врангель бізден Белоруссия мен Украинаның аймағына 1920 жылы мамыр айында басып кіреді. Врангель Белоруссияға басып кіреді, Украинаға басып кіреді. Бұл жақта кеңестік билік орнаған ғой. Сол кеңестерге қарсы Польшаның басшысы Врангель осы екі аймаққа басып кіреді. Кейін бізде Тухачевский мен Егор басшылығында қызыл әскерлер 1920 жылдың мамырында поляк бөлімін талқандайды. Врангельдің әскерін талқандайды. Бірақ олардың Варшаваға бағытталған шабуылы көп ұзамай тоқтап қалады. Тухачевский мен Егордың шабуылы көп ұзамай тоқтап қалады. Енді мынау өздеріңіз білетіндей Врангельді вообще талқандап тастаған. Врангельді вообще бөлдем жаңағы быт-шытын шығарып тастаған белгілі бір жаңағы кеңес одағының адамы болды. Бұл адамның есімі Фрунзе деп аталынды. 1920 жылдың қазан айының соңында Фрунзенің басшылығында қызыл әскерлер Врангель әскерлерін қырында жеңді. Врангельдің жеңіліске ұшырауы азамат соғысының аяқталуын білдірді. Көріп тұрсыздар ғой, иә? Азамат соғысы аяқталды Врангельдің жеңіліске ұшырауының нәтижесінде. Оны жеңген кім? Фрунзе. Осы Фрунзе үшін кейін Фрунзе деген атты Бішкекке берген болатын. Бішкектің аты қанша? Осы Фрунзенің осы бір жасағаны үшін, жаңағы азамат соғысында жеңіске жеткен үшін бұның атын Бішкектің бұрынғы аты Фрунзе деп аталған сол үшін. 1921 жылы наурызда бейбітшілік келісімшартқа қол қойылып, ол бойынша Польша батыс Украина мен батыс Белоруссияға ие болды. Бірақ кейін бәрібір дерлік дәл осы бір кезеңде өздеріңіз білетіндей мынау Врангельді 1920 жылы өлтіріп тастаған болады. Енді қараңыздар, азамат соғысы аяқталды. Қарап отырсаңыздар, азамат соғысында ақтар мен қызылдардың арасында болды. Бұрынғы уақытша үкімет ақтары болды. Билікке қазан революциясының нәтижесінде келген қызылдар, олар кеңестер болды. Сөйтіп, осы азамат соғысының нәтижесінде қызылдар ақтарды талқандап тастады. Өздеріңіз білетіндей билікке большевиктер келді, большевиктердің билігі орнады. Осылардың нәтижесінде материалдық шығын 50 миллиард алтын рубльден асқан болатын. Өнеркәсіптік өндіріс 7 есеге қысқартылған болатын. Жорықтарда, аштықтан, аурудан, қуғын-даудан 8 миллион адам қайтыс болған болатын. 2 миллион адам осы азамат соғысының жылдарында көшіп кетуге мәжбүр болды. Ал мемлекеттік билікке келген осы қызылдардың басшысы Ленин, әрине өздеріңіз білетіндей, мемлекетті одан әрі басқарды. Енді қараңыздар, бізде мемлекеттік билікте Романовтар деген әулет бар екен. Ал Романовтардың әулетін 1918 жылы, қателеспесем, наурыз айында оларды атып тастаған болатын. Голощекин деген азамат сол атуға қатысқан деген секілді деректер бар, өздеріңіз біледі. Енді түсіндірейік. Билікке негізінен қазан революциясының нәтижесінде билікке қызылдар келді. Қызылдар мемлекет билікте отырған уақытта белгілі бір саясаттарды жүргізді. Енді Ресейдің жерінде билігі орнаған қызылдар болып тұр. Енді біз қызылдардың жүргізген саясаттары туралы айтуымыз қажет. Мысалы, бізде қандай оқиғалар жүзеге асырылды? Қызылдар мемлекеттік билікте әрине 1917 жылы келді, 18 жылдан бастап билікті өзінің қолына ала бастады. Сол мемлекеттік билікте болған кезде олар әскери коммунизм деген саясатты жүргізді. Әскери коммунизм саясаты большевиктердің нарықсыз социализмді орнату мүмкіндігі туралы ұғымынан туындаған еді. Нарықсыз социализм деген ақша жоқ, ақшаның дымға да қажеті жоқ, қоғамды құрамыз деді. Сол идеяның негізінде әскери коммунизм деген саясат жасалынған болды. Әскери коммунизм 1918-1921 жылдары азамат соғысының кезінде мемлекеттік билікке келген кеңестік елдерде жүргізілген саясаттың атауы әскери коммунизм деп аталынды. Енді әскери коммунизм саясаты бойынша қандай оқиғалар жүзеге асырылды? Түсіндірейік. Экономикалық реттеудің абсолютті орталықтандырылуы. Бүкіл кеңес одағының жерінде осы бір кезінде Қазақстанда, Ресейде бір ғана бағаның болуы. Экономикалық реттеудің абсолютті орталықтандырылуы. Бүкіл мемлекет басқарып отыру керек. Мемлекеттік билік бүкіл бағаны өзі қойып отыру тиіс. Барлық өнеркәсіптік мемлекеттік меншігіне алу қажет. Себебі коммунизм идеясы, кеңестердің билікке келген идеясы коммунизм ғой. Ал коммунизмде жеке меншік мүлдем болмайды. Сөйтіп бүкіл өнеркәсіп
мемлекет меншігіне алынады. Көптеген ауыл шаруашылық өнімдерде мемлекеттік монополияның орнатуы, азық-түлік салғырты, жекеменшік саудаға тыйым салу. Азық-түлік салғырты дегеніміз не? Азық-түлік салғырты дегеніміз осы сәтте болған мынандай бір оқиға еді да. Сен шаруасың, иә? Сен шаруасың. Сен шаруа боласың да, өзіңнің, мысалы, сен шаруа ретінде, әлде ауылдық жерде жұмыс жасайтын шаруа ретінде, сен жылына 20 қап шығарасың. Сол 20 қаптың 15 қабын әрқашан мемлекетке беріп отыруға тиіс болдың. Енді осы бізде азық-түлік салғырты деп аталынды. Қарапайым халықтың жаңағы шығарған несін, қалай айтсам болады, қарапайым халықтың шығарған астығын алып қою саясаты азық-түлік салғырты деп аталды. Жекеменшік саудаға тыйым салынды. Себебі коммунизм идеясында жекеменшік жоқ. Олар өздері коммунизм бойынша құрылып еді, олар РСДРП партиясы. Ал билікке келген солардың барысы Ленин. Ақша айналымы тоқтату, игіліктерді бөлуді басқару, еңбек милитаризациясы сипатталды. Еңбек милитаризациясы емес, бүкіл адам жұмыс істеуге тиіс деп айтқан болар. Енді қараңыздар, сыртқы сауда саласында мемлекеттік монополия тәртібі 2018 жылдың көктемінде енгізілді. Азық-түлік диктатурасының қисынды жалғыз ретінде азық-түлік салғырты енгізілді. Енді түсіндірейік азық-түлік салғыртын. Азық-түлік салғырты 1919-1921 жылдардың аралығында кеңес үкіметінің белгілеген ауыл шаруашылық өнімдерін жинау жүйесі. Бұл шаруалардың артық астық пен басқа өнімдерді мемлекетке белгіленген бағамен өткізуге міндеттелді. Типа мынандай түсіндіріп айтсақ қарашы. Міне 20, мысалы, белгілі бір шаруа бар да, белгілі бір шаруа. Ол бізде 20 қап астық өндіреді, 20 қап астық өндіреді. Оған айтады, сен дейді, өзіңе дейді, 5 қапты алып қал дейді. 5 қапты алып қал дейді. 5 қапты алып қал дейді. Негізінен мемлекетке өткізуің қажет, 10 қапты өткізуің қажет дейді. Қалған 5 қапты бізге арзан бағамен беруің қажет дейді. Кім айтады? Ақтар айтады, осы бір кезінде қызылдар айтады, кеңестік үкімет айтады. Не үшін беруің керек? Азық-түлік салғырты нан, картоп, көкөністер, басқа да өнімдер енгізілді. Алынған өнімдердің орнына түбіртек берді. Әшейін просто осы бір кезде ақша жоқ уже. Әскери коммунизм кезінде Ресейде ақша жоқ. Сөйтті оның орнына андай чек береді, әшейін просто түбіртек береді, чек береді. Бұл саған болашақта керек болады. Осы чекпен сен барып өзіңе тамақ алсаң болады деп айтады да, ананың астығын алып кетеді ғой. Қағаз және инфляцияға байланысты құнсызданған ақша береді. Әшейін просто ақша береді. Бірақ оның дымға да пайдасы жоқ. Өнімге тіркелген тұрақты баға нарықтық бағадан 40 есеге төмен болды. Қайтадан айтамыз. Шаруа 20 қап өндіреді, оның 5 қабын өзіңе қалдыр дейді. Қалған 10 қабын мемлекетке өткіз дейді. Қалған 5 қабын біз сенен сатып аламыз дейді. Бірақ нарықтағы астықтың бағасы 40 рубль болатын болса, сен бізге 40 есе төмен бағамен өткізесің дейді. 1 рубльден сатасың сонда. Қалған 5 қапты. Бірақ ол рубльдің де бұл кезінде дымға да пайдасы жоқ. Осы бізде азық-түлік салғырты деп аталған болады. Қарапайым халықты өте қатты жаңағы істеп жүрген болатын, тоздырып жіберген болатын. Мысалы, шаруа. 20 қап емес, 30 қап өндіріп қалған өзіме алам десе, 30 қап өндіреді, қалған айтады, мемлекет айтады, онда 5-еуін өзіңе алып қал дейді. Қалған 25-ін мемлекетке өткізуің тиіс дейді. Себебі сен бізге көмектесуің қажет деп алып қояды ғой. Сен қанша көп астық өндіресің, оның саған 5 қабын береді. Сен 100 қап өндір, сен 200 қап өндір, 5 қабын береді, қалған бәрін алып қояды мемлекет. Сол бізде азық-түлік салғырты деп аталынады. Енді қараңыздар. Осы бір кезінде азық-түлік жасағы болды. Әскери коммунизм кезінде азық-түлік салғыртының орындаушы қарулы жасақ, жаңағы азық-түлікті алып кетушілер. Азық-түлік жасағы негізінен жұмысшылар, жауынгерлер, теңізшілерден құралған болды. Мынаны ОБД-да сұрайды. Әскери коммунизм саясаты тауар ақша қатынастарының бұзылуына алып келді. Себебі мемлекетте мүлдем ақша жоқ, ақшалық қатынастар жойып тастады. Оның орнына жаңағы чектер беріп жатыр. Ал чектерден ешқандай пайда жоқ. Жұмысшылардың арасында теңдестірілген жалақы жүйесі енгізілді. Бүкіл жұмысшыға тең айлық береміз деді. Барлығына тең айлық беретін болсақ, барлығы бірдей өмір сүреді деп ойлады. Бірақ ондай емес қой. Мысалы, бір жұмысшының үйінде 10 бала болуы мүмкін, бір жұмысшының үйінде 2-ақ қана бала болуы мүмкін деген секілді ғой. Солай жұмысшылардың арасында теңдестірілген жалақы жүйесі енгізілді. Бұл жағдай олардың арасындағы жалған әлеуметтік теңдікті тудырды. Жалған әлеуметтік теңдікті орнатамыз деді, бірақ орната алмай жатыр. Себебі түсінбейді әлі. Өздері де білмейді ғой оны, қалай орнату қажет екенін коммунизмді. Сөйтіп күшпен орнатып жатыр да. 1918 жылғы бұрынғы қанаушы топтардың өкілдері үшін еңбек міндеттілігі жасалынды. Бұрынғы қанаушы топтар дегеніміз бұрын билікте болған буржуазия енді еңбек жасауы міндеттелсін деді. 1920 жылы жалпыға бірдей еңбек міндеттілігі енгізілді. Бүкіл адам
жерде бүкіл адам жұмысшы болуға қажет, бүкіл адам шаруа болуға қажет, ешқандай адам жұмыссыз болуға болмайды, бүкіл еңбек міндеткерлігі болу, бүкіл жұмыс істеу қажет деген болатын. Және де осы бір кезінде кто не работает, тот не ест деген дүние шыққан болатын. Кім жұмыс істемейді, сол тамақтанбайды деген қағида болған болатын осы әскери коммунизм кезінде. 16 жас пен 50 жастағы барлық азамат жұмыс істеуге міндетті, барлығында еңбек міндеткерлігі болды. Әскери коммунизм кезінде бір партиялы жүйе болды. Өздеріңіз білетіндей, жаңағы РСДРП партиясын басқарған большевиктер билікте өздері ғана болды. Кейін олар бүкіл жаңағы мемлекеттік аппаратпен тұтасып, партия бүкіл билікті өзінің қолына алып алды. Енді қараңыздар, большевиктердің диктатурасына қарсы күрескен кадеттер, меньшевиктер, эсерлердің қызметіне тыйым салынды. Әскери коммунизм саясаты Ресейді экономикалық күйреуден мүлдем құтқара алмады. Бірақ осы әскери коммунизм саясатының нәтижесінде бізде қызылдар ақтарды талқандап тастады. Қызылдар осы азамат соғысы нәтижесінде жеңіске жетті. Енді мемлекеттің жерінде қарапайым халық бірінші дүниежүзілік соғыстан, ақпан, қазан революциясынан кейін өте қатты қиналып кетті. Енді халық шаруашылығын қалпына келтіру мәселесі туындады. Солай бүкіл Ресейдің жеріне свет, бүкіл Ресейдің жеріне жарық жүргізу саясаты болды. Бұл осы кезіндегі Ресейде электрондыру жоспары болды. Бұл жоспардың аты Гойлер жоспар деп аталынды. Бұл жоспар 1920 жылғы желтоқсанда 8-ші бүкіл ресейлік кеңестердің 8-інде осы Гойлер жоспары бекітілген болды. Бұл ұбт-да сұрайды, 20-шы жылы не болды деп. Осы айтасыздар. Одан кейін қараңыздар. Мынау бізде кеңестік Ресейдің жүргізген саясаттары 1918-21-де әскери коммунизм, 1921-25-те ЖС, 1925 жылы индустрияландыру саясаты болды. Енді біз әскери коммунизмді аяқтадық, енді ЖС-ті өтейік. 1921 жылға қарай кеңес одағының экономикасы толықтай дерлік күйреген еді. Елде ашаршылық орнады. Енді бізде бұл жағдайды осы қарапайым халықтың арасында жаңағы кеңестерге қарсы наразылықты пайдаланған оның қарсыластары кулактар орта шаруалардың қолдауымен Украина, Волга аймағы мен Батыс Сібірде көтерілістер ұйымдастырды. Кулактар деген жер бар адамдар. Сол жер бар адамдар Украина орта шаруалардың көмегін пайдалану арқылы Украина, Волга, Батыс Сібірде көтеріліс ұйымдастырды. Енді Кронштадтағы көтеріліс тұрды ұбт-да. 1921 жылы Кронштадтағы көтеріліс, шаруалардың көтерілісі большевиктерге қарсы болды. Олар коммунистерсіз кеңестер үшін ұранмен өткізілген болды. ұбт-да сұрақ келеді, Кронштадтағы көтерілістің ұраны қандай десе, коммунистерсіз кеңестер үшін деп аталасыздар. Бұл осылай тура ұбт-да өсіп келеді. Кейін бізде нақты әскери коммунизмнен жаңа экономикалық саясатқа көшетін белгілі бір съезд өтті. 1921 жылдың наурыз айында Ресей коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезі өтті. Большевиктердің көшбасшысы азық-түлік салығын ауысуын баяндама жасады. Ол шаруаларға салық төлеуден қалған өнімдерді еркін пайдалануға және сатуға рұқсат берді. Еркін пайдалануға и сатуға рұқсат берді. Бұрынғы азық-түлік салықтарды азық-түлік салығына ауыстырды. Енді қараңыздар, бағанағы шаруа бар, 20 қап өндіреді, 5 қабын өзіне қалдырады, 10 қабын мемлекетке білдіреді, ал 5 қабын дейді, өзі сата ма, оны пайдалана ма, оны өзі біледі. Короче, осы бізде азық-түлік салығы деп аталады. Азық-түлік салығына ауысқан съезд Ресей коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезі дейсіздер. Бұл шешім бізде әскери коммунизмнің жаңа экономикалық саясатқа көшуінің бастамасы еді. Сонда біз әскери коммунизмнен ЖС деген саясатқа өттік Ресей коммунистік большевиктер партиясының 10-шы съезі арқылы. Енді қараңыздар, азық-түлік салығы шаруалардың отбасына жиналатын нақты бекітілген азық-түліктерден тұратын заттай салық. Сен артық өнім шығаратын болсаң, мемлекеттен алып қоймайды. Сен артық өнім шығаратын болсаң, соны сатуыңа мүмкіншілік береді. Енді не үшін ЖС-қа көшті? ЖС-қа көшудің себептері шаруа қожалықтардың наразылығы, электрондың негізделген өндірісті дамыту, экономиканы қалпына келтіру, ақшаны тұрақтандыру, қала мен ауыл арасындағы байланысты орнату, сыртқы саяси байланыстарды қалпына келтіру, осының барлығы жаңа экономикалыққа көшудің басты себептеріне айналды. Енді жаңа экономикалық саясатты түсіндірейік. Бұл мемлекет қолында әкімшілік билікті сақтай отырып, экономикалық капиталистік қатынастарды уақытша енгізу 1921 жылы кеңес үкіметінің қабылдаған ерекше саясат еді. Олар айтқан болатын, біз дағдарыстамыз, қарапайым халық қиналып жатыр. Коммунизм идеясын біз дұрыс құра алмадық дейді, әскери коммунизм саясаты бойынша. Енді дейді, біз дейді, қарапайым халықтың, халық шаруашылығын, жұмысшылардың, шаруалардың жағдайын жақсарту үшін уақытша ғана капиталистік саясатты өтеміз да, кейін коммунизмге қайтып өтіп кетеміз дейді. Сол уақытша өту саясаты ЖС, жаңа экономикалық саясат деп аталынады. Енді түсіндірейік. Шаруа қожалықтарының барлық артық өнімдерді сату құқығына ие бол. Дұрыс бұл. Артық өнім шығаратын болсаң, жаңа азық-түлік салығы, артық өнім шығаратын болсаң, оны сата аласың. Сауда мен қала арасындағы экономикалық байланысы орнады.
Жаңа тауар ақша қатынастарының дамуы бүкіл ресейлік нарықтың қалыптасуына алып келді. Жаппай еңбек міндеттілігі, еңбек мобилизациясы жойылды. Бүкіл адам жұмыс істеу керек, бүкіл адам жұмысқа тартылуы қажет деген дүние толықтай жойылды. Теңгермелі еңбек ақыдан жалақыға өту жүзеге асырылды. Жұмысшыларға енді бұрынғыдай түбіртек, жұмысшыларға бұрынғыдай өтірік бір құлақтан тебу деген дүниелер жоқ. Оларға енді кәдімгі жалақы беріп отырды. Және де еңбекшілердің еңбек өнімділігін арттыруға деген қызығушылық пайда болды. Себебі сен артық өнім шығарасың, оны мемлекетке бермейсің, енді сен оны сата аласың. Иә, түсінікті, қызығушылық арттырылған болады. Өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы қайта қалпына келтірді ЖС-тің арқасында. Жұмысшылар мен шаруалардың одағы нығайтылды, ақша реформалар жүргізілді. Сол бір кезеңде 1922 жылдың аяғына қарай тұрақты ақша пайда болды. Бұл шербонец деп аталынды, 10 сомдық ақша пайда болды 1922 жылдың аяғына қарай. Кейін, бірақ бізде мемлекеттік биліктен Ленин өледі. Ленин өлгеннен кейін 25 жылдан бастап ЖС-ті қысқарту әрекеттері басталды. Ал жаңа экономикалық саясат 1931 жылы Сталиннің тұсында әкімшілік әміршіл жүйе болғандықтан, өздеріңіз білетін тоталитарлық билік орнады. Нәтижесінде ЖС саясаты ресми түрде 1931 жылы 11 қазанда жойылды. Кейін, енді қараңыздар, бізде әлі кеңестік одақ құрылмаған. Кеңестік одақ 22 жыл құрылады ғой, бірақ әлі құрыламай тұр. Осы бір кезінде Ресей коммунистік большевиктер партиясының орталық атқару комитетінде белгілі бір түсініспеушіліктер болады. Сталин мен Лениннің арасында. Мына сөйлемдерді өздерің оқыңдар, бірақ мен қазір айтып беремін. Сталин айтады, бұл кеңес одағын құрайын деп жатыр. Қарап отырсаңдар, кеңес одағы. Одақ деген сөз белгілі мемлекеттердің бірлестігі. Енді айтады Сталин, бізде дейді. Дәл осы бір кезеңде автономиялық бірлестіктер, иә, одақты құрушы мемлекеттер одаққа кіру керек, и одақтан мүлдем шықпау қажет дейді. Ленин айтады, қуылмаш дейді. Одаққа кез келген мемлекет кіріп, және шығуына мүмкіншілігі болу қажет. Иә, мысалы, бізде кеңес одағы бар. Кеңес одағын құрайын деп жатқан 4 мемлекет: Украина, Ресей, Белоруссия, Кавказ елдері. Енді қараңыздар, осы 4 мемлекет кеңес одағын құрды дейді да. Кім айтады? Сталин айтады. Және осы 4-еуі мүлдем шықпау қажет дейді, кеңес одағын құрғаннан кейін. Ал Ленин айтады, жоқ, олар өздері қалаған уақытта шығуына мүмкіншілігі болу қажет дейді. Олар кішігірім еркіндік болу қажет дейді. Сонымен Ресей коммунистік большевиктер партиясының орталық комитетінің ұлттық мемлекеттік жүйесі Лениндік принциптерді бекіткен болады. Лениннің айтуы бірақ орындалды. Қарап тұрсаңыздар, ол барлық кеңестік республикалар тең құқықты негізі және олардың егемендік құқықтарын сақтай отырып, әрбір республиканың мемлекеттік одақтан шығуға сақталуы тиіс, құқығы сақталуы қажет деген болады. Мынау ОБД-да келеді, бұл 2025 жылы ОБД-да келген осы бір сөйлем. Екеуін дұрыстап оқып алыңыздар. Енді бізде жаңа мемлекет кеңес одағы құрылады. Кеңес одағы, иә, кеңестік социалистік одақ құрылады 1922 жылы 4 мемлекеттің бірлестігі ретінде. Ол РКФСР, Ресей коммунистік федеративті социалистік республикасы, Ресей коммунистік федеративті социалистік республикасы. Қазақстан, Өзбекстан бәрі осының ішіне кірген. Украина, Белоруссия, Кавказ федерациясы. Сөйтіп бұлар кеңес одағы құрап 4 мемлекет. Енді қараңыздар, бізде енді мемлекеттік биліктің бөлінісі қандай? Жоғарғы билік органы бүкіл мемлекет басқаратын кеңестердің бүкіл одақтық съезі жылына бір рет болады. Съездердің арасында, иә, мынау кеңестік бүкіл одақтық съез болғанға дейін съездер арасындағы билікті өзінің қолында ұстаған орталық атқару комитеті. Бұл ОАК деп аталған болады. Орталық атқару комитеті екі заң шығарушы палатасы болды. Одақ кеңесі және ұлттар кеңесі болған болды. Және осы орталық атқару комитетінің басқарушы органы болды. Бұл ОАК-ның президиумы деп аталған болады. Енді жоғарғы атқарушы орган бар. Әкімшілік орган, ол КСР халық комиссарлар кеңесі болған болады. Кейін 1924 жылы 21 қаңтарда Ленин қайтыс болады. Екінші бүкіл ресейлік кеңестер съезі өткізіледі. Ленинді мәңгі сақтау мақсатында Петроград деген қаланың атауы Ленинград деп ауыстырылады. Және мынау Ленинді жерге жерлемейді да. Ленин ол коммунизмнің, социализмнің көрінісі ретінде оның денесін бальзамдап, мынау қазіргі Москваның жеріне Кремльдің жеріне қойып қояды. Бүкіл адам коммунизмнің үлгісін көрсін, коммунизм жасап кеткен адамның көрсін деп, сол мынау Мәскеуде, Кремльде оны жерлемей, бальзамдап қойып қояды. Кейін әрине мемлекеттік билікке өздеріңіз білетіндей Сталин келеді. Сталин билікке келген кезде ол әкімшілік әміршіл жүйені жасайды. Мынау сұрақ ОБД-да келеді. 20-30 жылдардың соңында кеңес қоғамның басқарудың жүйесі қандай екенін ОБД-да сұрақ келеді. Әміршіл әкімшіл жүйе дейсіздер. Әміршіл әкімшіл жүйе дегеніміз ол өздеріңіз білетіндей мына не қойып,
тоталитарлық билік. Тоталитарлық билік деген қоғамда толықтай бақылау орнатылған кезең. Қараңыздар, қоғамдық қатынастардың ұйымдастыру тәсілін білдіретін ұғым. Бұл жерде, короче, ешқандай адамда еркіндік жоқ жүйе ғой. Тоталитарлық қоғам деген ешқандай еркіндік жоқ, ешқандай жаңа адамдардың бас бостандығы жоқ, сөз бостандығы жоқ қоғам. Бұл бізде Сталиннің әміршіл әкімшіл жүйесі дейді, жеке басқа табынушылық жасайды. Ешқандай қоғамда Сталиннен бүкіл табыс, бүкіл жетістіктің бәрі Сталиннің арқасы, бүкіл дүние жаңағы Сталиннің жетістіктерінің арқасында дейді. Қарасып тұрсаңдар, әкімшіл әміршіл жүйе дегеніміз кәсіпорындарды орталықтан тікелей басқару, ол дегеніміз жеке меншік жоқ деген сөз. Бүкіл дүние мемлекет өзі басқарады. Өндіру мен таратуды толықтай мемлекет бақылау алады. Мына мысалы бізде кеңес одағы бар, оның орталығы Москва. Москва Қазақстанның ішіндегі Тараз деген жерге келіп өзінің басқаруын жүргізіп отырады, короче. Тек әкімшілік бұйрық беру әдістері арқылы басқару. Және де бізде НКВД деген дүние болды. Бұл Сталиннің НКВД дегеніміз ішкі істер халық комиссариаттары деп атайды. Бұл бізде социализмнің жауларын, мысалы Әлихан Бөкейханов, тағы кімдер бар? Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов деген секілді адамдарды атып тастаған осы НКВД. Не үшін? Себебі ол социализмнің жауы, Сталиннің билігіне қарсы тұрды деген өтірік жаңағы нелер болған болатын. Әрине Сталиннің тұсында өтірік жалалар болды, нәтижесі сол адамдарды өлтіріп тастаған болды. Бір сабақ түсіндіре алдық деген ойдамын. Сұрақтарыңыз болатын болса астына қойып кетіңіздер.